Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Менің атым Малика. Жасым 43-те, Шымкент қаласында тұрамын. 4 баланың анасымын. Қазір үй бекесі болып үйдемін. Үлкен ұлым қазір жасы 24-те. Былтыр келін алып, көбейіп жатырмыз. Алдыңғы жылы қызымызды ұзаттық, күйеу балалы болдық. Ортамыз толып, Аллаға мың қата шүкір дейміз. Одан кейінгі ұлым 10-шы сынып, одан кейінгі мына қызым Айым. Биыл 6-ға толамыз, Алла қаласа. Аяулым, Нурик қайнымның үйіндегі қызы. Қазір 4-ші сыныпта оқиды аяулым. Жақсы, балдардың бәрі жақсы туылды, өзім босандым. Одан кейін 1 жылдан кейін қызымды босандым, 21 жасымда. Барлығы жақсы болды. Ата-енеміздің қолында тұрған соң балаларды қарау қиын болмады. Бәрі ойдағыдай өсіп, балалар өсті. 3-ші балам да бәрі ойдағыдай өсіп, 38 жасымда қызымды босанғанымда сәл қиында босандым. Ол кезде айырмашылығы, 3-ші балам мен қызымның айырмашылығы 12 жас болды аралығы. Жоқ, бірақ қызымда жақсы босанып, өз немен босандым. Бірақ 1 жылдан соң қызым неден шығарылған соң, ана сүтінен шығарылған соң, тамаққа тәбеті болмады. Тәбеті болмай, көп ауырсынулар басталды қызымда. Сол 2 жасынан бастап қызымда суықтау көп болды. Көп суықтап қала беретін, көп жөтеліп қала беретін. Сол ауру күшейіп кетіп, біздер көп дәрі-дәрмек, уколдар қабылдай бастадық. 2 мәрте ауруханаға түстік. Сөйтіп, пневмония ауруына дейін бардық. Біз бұрын балаларым бұндай аурумен ауырмағаннан кейін маған бұл қорқыныш көрінді. Неге бұндай аурумен ауырып қалды? Үйде мен бұған мұқият қараймын. Суықтатпауға, қатты терлетпеуге тырысамын. Бірақ сонда да бала көп ауырып қала беретін болды. Содан мен балаға дәрі-дәрмектен бөлек көп витаминдер беруді ойлай бастадым. Қандай витаминдер жақсы екен балаға, сөйтіп Инстаграм парақшасынан іздей бастадым. Пікірлер де маңызды болды маған. Әрі 40 макро элементтері бар. Және алма қосылған, айым алманы жақсы көретін. Алма шырыны қосылған өнім болған соң, маған дорамарин ұнады. Әрі сироп түрінде екен. Балдарға қиын соқпайтын. Әрі қатты тәттілігі де жоқ, аллергия тудыратын. Сол жөнінен ұнады маған дорамарин. Біз қыс айларында, көктем айларында көп ауырып қалатынбыз. Сол 6 айдың ішінде бұл ешқандай ауырылмады. Содан мен сол нәтижесін сол кезден бастап көрдім. Бұл дорамарин өнімін қабылдағаннан кейін айымның тағамға деген тәбеті ашыла бастады. Салмағы да өсе бастады. Одан сабаққа баратын болдық. Басқа көңіл күйі де жақсы болатын болды. Биге де қимылдарым барлығы жақсы болды. Мына 2 жылға жуық біз айым қызымызға осы дорамарин өнімін қабылдап жатырмыз. Дорамарин өнімі минералдарға бай, микро-макро элементтері бар 40 шақты. Табиғи өнім болған соң мен бұл өнімді әкеп жеткізуіне
дәрігерлердің апта сайын кеңесін беріп, сұрап жауап алып атқанына мен ризамын. Бұл балаларға өте пайдалы. Еш қорықпай аналар ішкізулеріңізге болады. Мен рахмет айтамын, және ұжымның да рахмет айтамын. Дора Марин ұжымына рахметімді айтамын. Өйткені осындай сапалы дәруменді жеткізіп, қал жағдайын сұрап, нәтижесі болып атқан нәрсеге мен өз рахметімді, көңілімді білдіремін. Өте тамаша, жақсы.